Бұл суретті көргенде алғаш келетін ой, бұл қашан, қалай түсірілген? Бірден көзге түсетін ең ерекше суреттің тарихын білгілеріңіз келеді ме? Ендеше айтайын. Әйгілі суреттің авторы алматылық фотограф Олег Ионов 25 жылдан кейін барып қана осы сурет әлеуметтік желіге тарап атақты болып кеткенін айтады. Суретке назар аударсақ, ақсақалдың мұздың үстіне галошпен шыққанын көре аламыз. Осы кезеңдерді ақсақалды мұз айдынына шығуға қалай көндіргенін фотограф өз естелігінде бөліседі. Олег Ионовтың айтуынша 80-ші жылдардың соңында Медеу мұз айдыны туристердің, жастардың ең сүйікті жері болды. Адам көп жүретіні соншалық, таныстарыңды да кездестіруге болатын еді. Сол күні мұз айдынында бұрынғы әріптесім журналист Аленаны кездестіріп қалдым. Өз әдемі, көңілді болды. Ауа райы шуақты болғандықтан, Алена күнге қыздырыну үшін купальникпен жүріп коньки тепті. Мен фотоаппараттың пленкасын қуаттау үшін бір скамейкаға отырдым. Алена да қасыма әңгіме айтуға тоқтады. Жанымыздағы скамейкада бір топ ауылдан келген үлкен кісілер отырды. Жолдамамен Астанамызды көруге келсе керек. Оларда коньки болмады. Қаламыздың көркі Медеуді көріп кетуге келген секілді. Сол топтың үлкен ақсақалына сіздерді бірге суретке түсірейін деп ұсыныс тастадым. Өнерде ең бастысы мен әзілді бағалаймын. Жанымда Алена және ақсақалдар екі бөлік ұқсамайтын кадр болғандықтан, неге екі кадрды бірге түсірмеске деген ой келді. Ата да Аленамен бірге суретке түсуге қуана келісті. Қызды жаймен құшақтап қолынан ұстады. Ақсақалдың бір топ ауылдастары әбден күліп, ол кісіні қолдады. Мұздың үстіне әрине аяқ киіммен шығуға болмайды. Мен білдіртпей тез ақсақалды мұзға галошпен шығарып, суретке түсіріп алдым. Қуанышымызға орай, бақылаушылар бізден алыс болып көрмей қалды. Мен фотопленканы үнемдеу үшін тек бір ғана кадр түсірдім. Егер пленканы үнемдемегенде тағы да тарихи суреттер шығармай еді. Содан Алена әрі қарай конькиін теуіп кетті, ақсақалды экскурсияны жалғастыруға алып кетті. Бұл суреттің тарихы осылай шыққан еді деп фотограф Олег Ионов есіне алады. Фотографтың ерекше туындысы бұған дейін бірнеше фотокөрмелерге қатысқан екен. Тіпті кітаптың мұқабасына да жарияланған. Әлеуметтік желі 25 жылдан кейін бұл суретке жаңа дем, жаңа өмір сыйлаған секілді. Ал сіз қалай ойлайсыз көрермен? Міндетті түрде пікірге ойыңызбен бөлісе кетіңіз. Бұл суреттегі кейіпкерлер қазір қайда? Ақсақал туралы ешқандай дерек жоқ. Ал Алена қазір салиқалы әйел, мықты программисттің жары. Шетел асып қазір Америкада тұрады. Суретке қараса, сол баяғы жалындаған жастық шағы есіне түседі екен. Достар, пайдалы ақпаратқа толы бейнелер жиі шыққанын қаласаңыз, біздің арнамызға жазылып, қолдау білдіруді ұмытпаңыз. Әңгіме дүкеннің ерекше әңгімесі таусылмасын.